Ан-Ниса сүресі 35-46 аяттар. Ерлі зайыптылардың ынтымағының бұзылуынан қауіптенсеңдер, ері мен әйелінің туыстарынан бір-бір төрешілер жіберіңдер. Егер де олар татуласуға ниет танытса, Алла оларға көмектеседі. Расында да Алла барлығын біліп, барлығынан хабардар болып тұрады. Аллаға құлшылық қылыңдар, оған ешқандай да серік қоспаңдар. Ата-аналарың мен жақындарыңа, жетімдер мен міскіндерге, туысқан көршілерге, туыс емес көршілерге, жанашыр достарыңа, жолаушыға және өздеріңе бағынышты құлдар мен күңдеріңе жақсылық жасаңдар. Негізінен Алла тәкаппар мен мақтаншақтарды жақсы көрмейді. Және де Алла сараңдарды да, әрі өзгелерге де сараңдық жасауға бұйыратындарды да, рахымды Алланың берген нығметін жасырғандарды да жақсы көрмейді. Кәпірлер үшін біз жан төзгісіз қорлық әзірледік. Олар байлықтарын мақтан үшін шашады. Аллаға және ақырет күніне сенбейді. Шайтанды дос тұтатындардың да күні қараң. Аллаға және ақырет күніне сеніп, жаратқанның жарылқап бергенін жөнінен жұмсаса, олардың несі кетер еді? Әрине, олардың жайы Аллаға мәлім. Ақиқатын айтсақ, Алла ешкімге тозаңның салмағындай да зиян жасамайды. Әлдекімнің түйірдей жақсылығы болса, оны еселеп арттырып, өз тарапынан мол сыйлыққа қарық қылады. Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Әр үмбетке қарсы бір-бір куәгер келтіріп, сені оларға куәгер еткенде, олардың хәлі қандай болар екен? Кезінде пайғамбарлардың сөзіне сенбей, күпірлік жасаған пақырлар қиямет күні жермен жексен болып кетуді армандайды. Алайда олар өздерінің жасаған бірде-бір ісін Алладан жасыра алмайды. Иман келтірген жандар, айтқан сөздеріңнің мағынасын ұқпайтындай мас күйлеріңде және жүніп болған жағдайда бой дәрет алмайынша намазға жақындамаңдар. Ал сапарда жүрсеңдер, оның жөні басқа. Науқастанып жатқан жағдайда, сапарда жүргенде, түзге отырсаңдар, немесе әйелдеріңмен жақындасқан соң, су табылмай қалған жағдайда, таза топырақпен беті, қолдарыңды сүртініп, таяммум қағыңдар. Алла шын мәнінде керемет кешірімді. Көктен түскен кітаптың бір бөлігіне ие болғандарды көрмейсің бе? Өздерің адасқан жолын саудалап жүр ғой әне. Олар сендердің де бұрыс жолға түскендеріңді қалайды. Алла сендердің дұшпандарыңды жақсы біледі. Жәрдемші болуға бір Алланың өзі жеткілікті. Яһудилердің ішінде дінді кекетіп, сөздің мағынасын ауыстырып сөйлейтіндер де бар. Естідік және қарсы келдік, тыңда, естімегір рағина, дейді олар. Егерде естідік те бағындық, кідіре тұршы деп айтқандарыңда өздеріне қайырлы болар еді. Осындай имансыздықтары үшін Алла оларды қарғысқа ұшыратады. Тек аз ғана бір тобы болмаса, олардың көпшілік иман келтірмейді.